Шағбан айын қалай өткіземіз? Жылына бір-ақ рет келетін ұлы мүмкіндіктерге толы қасиетті ай жақындаған сайын осы сұрақтың көп адамды мазалайтыны рас. Иә, күн өткен сайын Рамазан да жақындап келеді, ал біздің дайындығымыз қай деңгейде? Дәл бүгін есігімізден еніп тұрған Шағбан айын қалай өткізуіміз керек? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Біріншіден, Шағбан дегеніміз оразаның келгенін сүйіншілейтін Рамазанның алдындағы ай, күнтізбедегі 8-ші айдың аты. Шағбан айының өзге айлардан артықшылығы сол, бұл айда пенденің істеген ізгі амалдары жаратушының құзырына көтеріледі. Бұл туралы пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бұл айда жасаған амалдар Алланың құзырына көтеріледі. Сондықтан мен өз амалдарымның аузым берік күйде көтерілгенін ұнатамын деген. Бұл хадистен Шағбан айында атқарылатын негізгі құлшылық нәпіл, яғни қосымша оразаларды көбейту деген қорытынды шығаруға болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, басқа айларға қарағанда осы айда көбірек ораза ұстайтын, сөйтіп Рамазанға деген құлшынысын, дайындығын күшейтетін. Айша анамыз радиаллаху, мен Алла елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазаннан басқа ешбір айда толық ораза ұстағанын және Шағбандағыдай көп ораза ұстағанын көрген емеспін деген. Және тағы бір хадисте Айша анамыз радиаллаху, пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ешбір айда Шағбаннан көп ораза тұтпайтын, және ол кейде Шағбанда түгел ораза ұстап, шамаларың келетін амалды ұстаныңдар, ақиқатында сендер шаршамасаңдар, Алла шаршамайды деген еді. Ғалымдар осы хадистегі Шағбанда түгел ораза ұстап деген сөз туралы бұл жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Шағбанда толық немесе оның жартысынан көбінде ораза тұтқаны жайлы айтылған дейді. Біз ілгерідегі ізгілердің Рамазанға 6 ай бұрын қамданып, қастерлі айға аман есен жеткіз деп Алладан дұға жасағанын білеміз. Ал Шағбан айы келді деген сөз Рамазанға небәрі бір-ақ ай қалды деген сөз. Бұл ықылас ынтамызды, моральдық психологиялық дайындықты одан сайын күшейту керектігін білдіреді. Бар кезде 50 теңгесін садақаға қимаған адам, жоқ кезде 50 мың теңгені оңайлықпен бере қоймайтыны анық. Ендеше Рамазанды барынша сауапты істермен өткіземін. Биылғы оразада көбірек Құран оқып, көбірек садақа беріп, көбірек ізгі амал жасаймын деген адам, сол амалдарын ертерек жасап, бойын үйрете бергені дұрыс. Әрі шарапаты мол Шағбанда қосымша оразаларды көбірек тұту сүннетке сай амал болмақ. Ал белгілі себептермен былтырғы оразадан қалып қойған күндері бар адамдар қыза оразаларын не істейді? Айша анамыз радиаллаху, менің мойнымда Рамазанның өтілмеген оразасы болатын. Мен оны Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам босамауым себепті Шағбанда ғана өтеуге мүмкіндік табатынмын деген. Бұл хадис қаза оразасы келесі Рамазанға жеткізбей өтеп үлгерудің абзал екендігін көрсетеді дейді. Демек Рамазан айынан өтелмей қалған қазасы бар адамдар үшін де Шағбан айы сол олқылықтарын орын толтыруға керемет мүмкіндік. Сонымен Рамазанға дайындық ретінде Шағбан айында мынадай амалдарды атқаруға болады. Бірінші, Алладан біліп-білмей істеген күнәлары үшін кешірім сұрап тәубе ету. Әй иманға келгендер, мұраттарыңа жетулерің үшін барлығыңа істеген күнәларыңа шынайы өкініп, Аллаға бойсынуға қайтыңдар. Екінші, Рамазанда жасайтын дұғалардың тізімін жасау. Себебі Рамазанның күндізінде де түнінде де тілектер қайтарылмайды, яғни қабыл болады. Ендеше мұндай мүмкіндікті осымыздан шығарып алмау үшін арнайы тізім жасап, қажетіміздің барлығын жазып қоюдың артықтығы жоқ. Және Алладан Рамазанға аман есен жеткізуді сұрап, сол қастерлі айға күнәсіз кіріп сауаппен шығуды нәсіп етуін тілеу. Үшінші, көл көсір сауап, жақсылық пен шаттық, бақыт пен құтылудың себебі болатын ұлы айдың келе жатқанына шын жүрегімен қуану.
Себебі Рамазанға аман-есен жеткізгені Құдайдың жарылқағаны, алдыңнан үлкен мүмкіндіктің есігін ашқаны, жәннатқа кірер жолыңды жеңілдеткені. Алла Құранда: бұл Алланың кеңшілігі мен мейірімі, олар осыған қуансын, бұл олардың жиғандарынан қайырлы деген. Оразаның артықшылықтары туралы көбірек ақпарат жинау. 4. Отбасында жақындарыңа, бала-шағасына Рамазан айы туралы насихат айту. 5. Рамазанда құлшылыққа көбірек уақыт бөлу үшін, әрі шаршап, қиналып қалмау үшін жұмыстардың барлығын оған дейін реттеп тындырып қою. Көп адамдар жазғы демалысты осы Рамазан айына сәйкестендіріп алады. Бұл да өте тиімді әдістердің бірі. 6. Өзі оқымаған кітаптарды дайындау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірбаяны, Құранды, оның мағыналық аудармасы мен түсініктермесін оқып бастау. 7. Сүннетке сай көбірек ораза тұту. Абу Бәкір әл-Балхи атты кісі ережеп тұқым себу, шағбан суару, ал Рамазан оның жемісін жинау айы. Тұқымын сеуіп, оны суарған адам қалай жемісін көрсін десе, тағы бір сөзінде: ережеп жел, шағбан жаңбыр шақыратын бұлт, ал Рамазан жаңбыр деген екен. Ендеше Алла шарапаты мол шағбан айында құлшылығымызды бүтіндеп, сауаптарымызды еселесін. Кезінде әш-шағбиден құлшылықта ынта таныту үшін қай ай жақсырақ, ережеп пе әлде шағбан ба деп сұрағанда ол: Аллаға әркез құлшылық етуші бол, әрі шағбаншы бол деп жауап берген екен. Ендеше Алла тағала бізге құлшылық жасауды бір қалыпты тұрақты болуды нәсіп етсін демекпіз. Қорыта келе, шағбан айы Рамазанға рухани әрі физикалық тұрғыда дайындық жасайтын ай. Шағбан айында көпшілігіміз ниетімізді түзеуді қолға алғанымыз жөн. Себебі амалдар ниетке байланысты дегенде сөз бар. Өкінішке орай көптеген жандар Рамазан айында ораза ұстаудың қиынға соғатынын айтып жатады. Өйткені тән мен жанның ораза тұтуға дайын болуы үшін біраз уақыт жаттығуы қажет болады. 100 метр қашықтыққа жүгіру жарысына дайындықсыз барған адам тез шаршап, орта жолда қалып қоятынындай, Рамазанға дайындықсыз аяқ басқан адамның халі де осыған ұқсас болмақ. Хасан Басри уақытты бос өткізбеу жайлы: уа адам баласы, расымен де сенің әр күнің үйіңе келген қонағың іспетті, олай болса оны құрметтеу міндетің деген екен. Алла тағала баршамызға шағбан айында тәубе етумен, ораза тұтумен, әрі Құран оқумен өткізуге, бүгінде әлемді үрейлендіріп жатқан жаман індеттің жойылып кетуін, науқастардың тез жазылып кетуіне жеңілдік беруін нәсіп етсін деп тілейік.